Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге сұлы жарнасынан әзірленетін каша даярлайтын боламыз. Ал ендеше менің каналыма өтіп, подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Стаканның 1/3 бөлігіне осы сұлы жарнасын салып, қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз. Бұл мөлшер негізі 2 адамға арналған. Егерде 2 адамнан көп болсаңыздар, онда мөлшерін көбейтесіздер. Осы ыстық суда 15-20 минутқа кемінде осылай қалдырып қоясыздар. Арада 20 минут өтті. Көріп тұрғандарыңыздай жармамыз әлде қайта ұлғайған. Қызып тұрған табамызға сұлы жарнамызды құйып, үстінен 1 стакан сүтімізді құямыз. Үнемі осылай қозғап тұруыңыз керек, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Мен дәміне қарай 1,5 шай қасық тұз және де 2 ас қасық шекер салдым. Егерде дәмін тәттірек болғанын қаласаңыздар, шекердің мөлшерін көбейтесіздер. Сүтіміз қайнағаннан соң тағы да 10 минут осылай ұстай тұрасыздар. Сонда 10 минут аралығында кашамыз дайын болады. Мінекей кашамыз дайын. Енді ыдысыңызға құйып, дастарханыңызға қойып ішсеңіз болады. Ал ендеше сізге ас болсын. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.